Күшік үйде ұйықтап жатады. Бір кезде мяу деген дыбысты естиді. Күшік ұшып тұрып, мяу деген кім деп іздей бастайды. Әтешке кездеседі. Сен мяу дедің бе? Әтеш: «Кукареку, жоқ, мен мақтаншақ әтешпін». Күшікті қуып жібереді. Үйдің табалдырығының қасында ол мяу деген дыбысты тағы да естиді. Күшік тышқанды көреді. Сен мяу дедің бе? Пи-пи-пи-пи-пи. Жоқ, мен емес. Мен кішкентай қорқақ қара тышқанмын. Енді күшік үйшіктің жанынан үлкен қабаған итті көреді. Сен мяу дедің бе? Оф, оф, мен емес, мен үлкен ашулы қабаған итпін. Ит күшікті қуып жібереді. Осы кезде ара ызыңдап күшікті шағып алады. Күшік өзендегі суға мұрнын жуып жатып, жүзіп бара жатқан балықты көреді. Сен мяу дедің бе? Балық үн-түнсіз жүзіп кете барады. Өзендегі бақа тіл қатады. Куақ, куақ, балық сөйлей алмайды. Сонда сен мяу дедің ғой? Жоқ, мен емес. Мен бақылдауық бақамын. Күшік үйге қайтып келеді. Орнына жатады. Осы кезде тағы да мяу, мяу деген дауысты естиді. Күшік мысықты көріп қалды. Сен ғой мяу деген. Мысық фыр-фыр-фыр деп кетеді. Ал күшік кім мяу дегенді біліп ұйықтауға жатады.